Қара батыр. Қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елінің барымташылары ұстап алып, еліне апарып қой бақтырыпты. Аш-жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң, бала далада қойдың сүтін сауып ішіп, сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда, алдына бір қарға келіп қонады. Бала қарғаға айтады: «Қарғалар-ай, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып тұрған әкеме тұмарымды бер сана». Қарға бір қарқ етеді де ұшып кетеді. Бір мезгілде сауысқан келіп қонады. «Ай сауысқан, сауысқан, өлексе жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Сауысқан шық-шық етеді де ұшып кетеді. Келіп тырна қонады. «Ұзын мойын тырналар, қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Тырна тырау-тырау дейді де ұшып кетеді. Қаз келіп қонады. «Әй қаздарау, қаздарау, сізге барды наздарау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Қаз қаңқ-қаңқ етеді де ұшып кетеді. Аққу келеді. «Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Аққу тоқталыңқырап көлденеңдеп тұрады да ұшып кетеді. Біраздан соң қарлығаш келеді. «Ай қарлығаш, тамырай, жауда болдым қаларай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Қарлығаш ұшып олай өтеді, бұлай өтеді, ақырында баланың сөзін қимай қолына қонады. Бала ойлайды: «Әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас, бұған бір белгі салайын», деп өзінің қолын пышақпен кесіп қанатады да, қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салады. Сөйтіп тұмарын қарлығаштың мойнына байлап, елінің әке-шешесінің жерін айтып ұшырып қоя береді. Қарлығаш ұшты аспанмен, бала айтқан жоспармен, асқар алатаулармен, айдын шалқар көлдермен, батпақ-лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен. Қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса жерді жамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті. Нақ 30 күн болғанда бір ауылға кеп жетті. Баланың айтқан ауылы осы ма деп мезгепті. Бұл ауылға келген соң қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына ешқайсысы ұқсамайды. Сөйтіп шаршап қалғып отырғанда бір ыңырсыған кемпірдің даусы шығады. Құлағын салып тыңдаса, кемпір айтады: «Ау шырағым, құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым, жау алдыма білмедім, су алдыма білмедім, аң алдыма білмедім, жөніңді біліп шырағым, құрбаның болып өлмедім, 24 ай болды мінекей, мен жалғызды көрмедім». «Сен тұра тұр», деп кемпірді тоқтатып шалайтады. «Жалғыз біткен талшыбық келбетің келген қарағым, бір дерегің білуге дүниені кесіп қарадым, аш бурадай жарадым, 12 мүшем сөгілді, аш күзендей бүгілді, таулардың насат тасындай береғақ еді сүйегім, өрт шалғандай егілді, қайда кеттің сұңқарым, үміт еткен толпарым, бір көрсетіп алмадың, сол ғана болды іңкәрім». Сонда бір жас қыз әке-шешесін тоқтатып сөйлейді: «Нар кескен деген алмастай асыл еді егізің, бірге туған егізім, сен тұрғанда ойлаушым, арғыма қат мінермін, асыл киім киермін, тең құрбымнан ілгері мен жарқырап жүрермін, биіктен талап тілермін, ойын күлкі сауықпен қызық дәурен сүрермін. Егізімнен айырылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті, желкілдеп шыққан көк шөптей, жап-жас қана күнімде міне бізден сән кетті. Мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім, түсіме жору айтыңыз, қолдан ұшқан сұңқарым қайта қонып жүр екен, үйірден жойған тұлпарым қайта келіп жүр екен, бізге Құдай бергендей кісі көрмес өлгенді, баба түкті шашты әзиз, нақ теріс боп кетпесе, хабар алып жырақтан бір қарлығаш келгенді». Бұл сөзді естіген соң қарлығаш тіптіге шал мен кемпірдің қолына қонады.
Бейшаралар жылап-сықтап тұмардалып таңбасынан Қарабатырдың Түрікпенге барғанын біледі. Сонан соң ат жаратып адам жинап Түрікпен жұртына барып көп тарту таралғы беріп баласын алып қайтыпты.